Саламатсыздар ма? Алматы сән және дизайн колледжінің оқу өндіріс шебері Сатылғанова Шынар Нұрсұлтанова. Пән атауы өндірістік оқыту, оқу бағамы 1 бағам, біліктілігіміз модельер конструктор. Бағдарлама тақырыбы: қол жұмыстары бойынша жаттығулар орындау. Сабақтың тақырыбы: тұрақты тепшім, торлау, ілгекті, жасырын, айқаспа тепшім, фурнитураны тіге. Сабақтың мақсаты: қол жұмыстарына арналған қауіпсіздік ережесін таныстырып, жұмыс орнын ұйымдастыруды үйрету. Өткен сабақты қайталаймыз. Уақытша тепшімді технологиялық бірізділігін сақтай отырып үйрету. Өткен сабақты қайталау. Уақытша тепшім дегеніміз не? Уақытша тепшім нешеге бөлінеді? Техника қауіпсіздік дегеніміз не? Қолға не үшін оймақ киеміз? Жұмыс орнын таза ұстау және не болуы тиіс? Қол жұмыстарына арналған техника қауіпсіздік ережесі: өзін ретке келтіру, шашты жинау, қайшыны досына сабымен беру, өтпейтін тат басқан қайшымен инемен жұмыс істемеу, инені арнайы ине қадағышқа сақтау, инені киімге қадауға болмайды, жұмыс істейтін сабынның ұштап алу, қолымызда оймақ болуы керек. Жаңа сабақты түсіндіру. Қол жұмыстарына арналған жұмыс орнын ұйымдастыру. Тұрақты тепшім машина тігісімен сай, бірақ қолмен тігіледі. Орындалуы: 2-3 мм аралықта артқа қайтарылып тігіледі. Тігістің ені 5 мм. Қайтарылғаны тігісі 2-3 мм болады. Бұл тігіс тұрақты болып есептеледі. Көбіне бұл тігісті машина жоқ кезде қолданамыз. Бұл тепшімді тігеміз. Айқаспа тепшім қалың және сетінемейтін маталарын тігілетін көйлек, белдемшенің етегін, шалбардың балағын айқаспалы тепшіммен жапсырады. Басқа тепшіммен айырмашылығы содан оңға қарай тігіледі. Матаның шетін тек бір рет қайтарады. Инені матаның 3-2 жібінен өткізіледі. Оны өзіне қарай қайырып тастап, инені матаның оң жақ беті бойынша қиғашынан оң жаққа бірінші қатарға тік түйреді. 2 қабат тігістің ортасынан түсу үшін матаның жібінің жоғарғы мөлшері 2-3 мм рет түйреп алады. Тігіс аралығы 0,7-0,5 мм.
Фурнитура. Фурнитура тілі жабдықтау, жеткізіп беру. Өндірістің кейбір түрлерінде қолданылатын көмекші материалдар, мысалға сағат фурнитурасы, сағаттың керек жабдықтары. Бүгінгі сабақ қол жұмыстары. Тұрақты тепшім. Тұрақты, жасырын, айқаспа, торлау. Сабақты бекіту сұрақтары. Студенттердің келбеті қандай болуы керек? Техника қауіпсіздік ережесін айт. Тепшімдер орындағанда қойылатын талаптар. Тепшім түрлері. Тұрақты тепшім, оның ішінде айқаспа тепшімдер қайда пайдаланамыз? Тепшім түрлерін айтамыз. Түзу тұрақты тепшім қай жерлерде қолданамыз? Бүгінгі үй тапсырма. Қол жұмыстары кезінде техника қауіпсіздік ережесін қайталау. Тұрақты тепшімді жаттап, жұмыс дәптерге жазу. Тұрақты тепшімді түймені тігіп білім параграфқа салу. Келесі сабаққа керекті құрал жабдықтар. Мата 40-40 мм, 4 бұрышты, чипчик, жіп, ине, жастықша, оймақ, сабын және сызғыш. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.